Қалдарыңыз қалай? Мен Нью-Йорктамын. Бүгінгі фильм деймін бе, әлде танымдық видео деймін бе, атақты Central Park жөнінде болмақ, яғни Нью-Йорктағы орталық саябақ. Бұл орталық саябақ өте танымал. Бұл саябақты танымал еткен режиссерлар, ақындар, яғни шығармашылық адамдары. Бұл жерде көптеген фильм түсірілді, соның бірі «Один дома». Дома деген қалай кетті. Так, жарайды. Мына суретті әлеуметтік желіден көп көрген шығарсыздар. Бұл Central Park'тың үстінен, яғни әуеден түсірілген көрінісі. Көрдіңіздер, өте керемет. Бір жағында үй, ортасында парк, бір қолдан жасалған дүние сияқты. Шын мәнісінде бұл парктегі көп нәрсе қолдан жасалған, ландшафттар, өзендер, көлдер. Бұл парк енді керемет, ол туралы посттан оқисыздар, ал қазір видеоны тамашалаңыздар. Ал кеттік. Мен Central Park'қа кеттім. Can you tell us about Central Park, please? Hello, Kazakh. My name is Abdul Kader. I'm from West Africa. I work here in Central Park. I'm a tour guide. Yeah, I've been working here for 7 years. Central Park is one of the most visited places in New York City. It's 843 acres. Every year, around 40 million people coming to see this beautiful park. Very good. Where I work, yes. I work here every day from Monday to Sunday, and that's how I live in New York City. Jam Seja. Thank you, bro. Thank you. Very good. Thank you. My name is Remy Chen. I'm a volunteer with New York Road Runners. Today's event supports the Hope and Possibility. It is a race that supports the Achilles group of disabled runners. So there's a 5-mile race around Central Park, and we are going to be supporting the athletes that have disabilities. So we support all forms of running in the park. We hope that you join us. It's a great day for running. It's going to be a great event. So we hope that you can make the time and join us next time or any other race with us. Әдем, Гүлеке, давай. 1 километр бітті. Жапырақ айбат жүгіп келе жатыр. Давай. Good job. Есімім Ербол Молдажан. Осы ақшта, Нью-Йоркта тұрып жатырмын отбасыммен. Бүгін Central Park'те біз жарысқа қатыстық. Старт. Ол мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдауға арналған старт. Бүгінгі жүгіргеніміз ол 4 майл. Ол примерно 6,5 километр болады. Бүгін не үшін маңызды? Маған өйткені келіншегім де бірге жүгірді. Мен сол кісіні былайша айтқан кезде қолдап, алдында жүгіріп, пейсмейкер болдым. Өзім жүгіруге келгенде ойлайтын осы. Әйеліммен бірге, келіншегіммен бірге мен сезінсе екен, осы старттың дәмін көрсе екен деп. Бүгін сондай бір керемет сезім болды.
Міне достар, Central Park деген осы. Мен жаяу аралап шықтым барлығын. Негізі келген туристер атарбамен, жаңа өздеріңіз көрген, одан кейін pedicab дейді, яғни 3 дөңгелекті велосипед, сонымен аралап көріп шығады. Бірақ мен жаяу аралап шықтым сіздерге барлығын көрсету үшін. Central Park деген осы әдемі жер, демалып қаласың кәдімгідей, ал шығармашыл адамдарға келіп өлеңін жазып, немесе әнін шығарып, немесе осы жерге келіп жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Келіп жүгіріп спортпен айналыссаңыздар да болады. Мен қазір Нью-Йорктың орталығындамын. Бұл 7-ші авеню. Қазір Central Park'тың кіреберісінде тұрмын. Ендеше көріңіздер, қолым қалт еткен кезде осы Нью-Йорк туралы, осы Нью-Йорктағы қызықты сәттер туралы жазып, баяндап, әдемі видеоларды жеткізіп отырамын. Рахмет сіздерге. Пікір жазыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Бұйырса Central Park'те жолыққанша. Аман болайық. Нью-Йоркқа қош келдіңіздер.